Намаз оқығыңыз келеді, бірақ әлі бастай алмай жүрсіз ба? Ниетіңіз бар, бірақ неден бастарыңыз білмей жүрсіз, онда осы видеоны до конца көріңіз. Намазын оқимын деген ниетте қыздар, қыз-келіншектер, апаларымыз, аталарымыздың барлығына, еркектерге де советую, әйелдерге де советую, Рамазан айы, ертең Құдай қаласа 10 күннен кейін, бүгін 13 болса, 23-іне Алла қаласа Рамазан айы басталады. Сол кезінде намаз бастап кетіңіздер, таңғы намаздан бастап. Енді қазір оның жолын барын түсіндіремін, қалай оқу керек екенін. Аузбілек шайтандар ол кезде Рамазан айында бір ай бойы кісенде болады, білесіздер, иә? Бізге уәсуәса қыла алмайды. Уәсуәсасы қалай болады? Сен намаз оқыма, оқысаң дұрыстап оқу керек, Аллах тағаланы ренжітіп аласың, тозаққа түсіп кетесің, таң намаздан ғана баста, кейін 5 уақытта оқып кетесің. Одан кейін қандай уәсуәсалары өте көп, бір шындықтап келеді да, миллион өтірікті арқасынан алып келеді да, сонымен адамдар сеніп қалады соған. Пенсия шыққаннан кейін оқисың, сен ауырып жатсың ғой, қазір сенде условия жоқ қой, денсаулығың жоқ қой, кейін оқисың, уақытың жоқ қой сенің. Үлгересің деген уәсуәсасымен екі құлағымыз толып қалып, намаз оқи алмай жүрген, осы уақытқа дейін оқи алмай жүрген адамдар, мұсылмандардың барлығы осы уәсуәсасымен құлақтар толып қалған. Енді бұл уәсуәса деген сыбырлайды ғой, осындай нәрселердің барлығын. Енді ол өзімен бірге тозаққа алып кету арман. Аллах тағаламен баста келісім шартқа тұрып алған, ол келіскен, ерегіскен Аллах тағаламен. Мен деген сенің пенделердің барлығын өзімен бірге алып кетем деген сөзде Аллах тағала менің өзімді жақсы көретін, сүйетін, құлшылық қылатын, қатты құлшылық қылып Аллах тағала жақын боламыз ғой, сол пенделерім ешқашан ештеңе алданбайды деген. Сондықтан мынау бар ғой, ерін жабыстырып алған, кірпік жабыстырып алған, пластический операция, жаңағы басқа жерлердің барлығына бірдеңелер істеп алады қосымша. Вот ауызбілек шайтан айтқан сол кезде. Мен сенің жаратқан нәрсеңе тағы да қосымша болмайтын пластмасс, болмайтын бір нәрселерді жабыстырып, сенің нәрсеңе разы болдыртпай, сол адамдарға соны істеткіземін деген, сөйтіп өзім бір тозақ қалып кетемін деген. Сол үшін татуаж, кірпік жабыстыру, ерінді үлкейту, ботекс, сотекс, ламинирование ресниц, бровей, оның барлығы неден дәрет өтпейді одан. Болмайды. Менің қасым жуынбаған, сразу айтайын, жуылмаймын да. Соның барлығынан аулақ болыңыздар. Аллах тағала өзі жаратты, естественная красота болу керек. Естественная красота Адам алейхиссаламнан бастап келатыр, қияметке дейін жүреді ол. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан одан аулақ болыңыздар. Ол ауызбілек шайтанның 10000% уәсуәсасы. Одан кейін уәсуәса қылады. Енді Рамазан айда ондай уәсуәса болмайды. Тек сіздің өзіңіздің үйреніп қалған нәпсіңіз болмаса. Нәпсіңіз болмаса. Осы Рамазан айында ішіп көп жүре беретін адамдар бар ғой. Күнәларын жалғастырып жүре беретін, солар ойлайды ғой. Осы ауызбілек шайтанның барлығы кісенде бір ай бойы. Бұлар қалай сонда ішіп жүр? Нәпсісін тыя алмағандықтан сондай күнәларын жалғастырып жүре береді. Түсініңіздер ғой, өзінің нәпсісі қалып кетеді, сол нәпсісін постоянно рахаттандыра береді, сөйтіп сондай дәрежеге жетеді. Бисмилла. Одан кейін осы Рамазан айында намаз бастап кетулеріңізді барлығыңыз шақырам. Бүкіл мұсылмандар. Келесі жылға дейін сіз жетесіз ба Рамазан айға? Жетпейсіз ба? Аллах біледі. Бір Алла біледі. Мүмкін бір Алла біледі. Осы Рамазан айында кетіп қаламыз, немесе Рамазан айынан кейін кетіп қаламыз. Оны бір Алла біледі, е? Сондықтан Рамазан айында күшті акция, намаз бастап кетіңіздер. Прям әдем бастап кетесіздер ғой. Ешқашан қиналмайсыздар да, ешқандай уәсуәса болмайды. Өзің намаз бастаған кезде ниетінде ұрып тұрады, намаз бастап жатқан, жаңадан бастап оқып келе жатқан адамдар өзі түсінеді, е? Әйелдер қандай ощущение болады? Ол сол ощущениемен бір ай бойы ол көтерілмесе, пәсемейді ол. Ол жаңағы ләззат та, намазға деген ләззат. Сондықтан обязательно оқып кетіңіздер осы Рамазан айында. Кейінге қалдырмаңыздар. Болды, пәлен жылыңыз өтті. Болды. Енді хватит уже. Намаз бастап кетейік. Біз мұсылманбыз. Содан кейін орамал ауадай парыз. Ауадай парыз. Намаз ауадай парыз. Сіз ауаны жұта алмай жүре аласыз ба? Жоқ, жұта алмай жүре алмаймыз. Дұрыс па? Біз
мынау орамал таққан кезде маған көп келіншектер жазады, қыздар жазады, жас қыздар. Мен орамал тақсам, әке-шешем рұқсат бермейді, немесе келіндер ата-енем рұқсат бермейді, үйден кет деп айтады дейді. Бұл орамал парыз болғандықтан талқыланбайды. Бұны біз әке-шешемізден, күйеуімізден рұқсат сұрамаймыз. Аллах тағала парыз етті ма, киеміз. Бірақ ұрсып, қырылысып, Аллах тағала маған парыз етті екен деп ағайын туысыңызбен ұрсып, қырылысып, қырық пышақ болып жүрмеңіздер. Ләждің барынша уағызды көп тыңдап, сол адамдардың көзінше әдейіге уағыздар, менің ақ видеомды қойып қойыңыздар. Менде орамал жайына дәл осы видеоны қойып қойыңыздар, мысалға. Естісін сол адам. Бұл парыз, Аллахтың парызына егер де қарсы келетін болса, сол адамдар өте қиын болады жағдайлар. Өте жақында осы Қабылбек ұстаздың видеосын тыңдадым мен. Бір қысқа ғана видео, жақында оны мен шығаратын боламын. Аллахтың парызына қарсы келген адамдардың жағдайы өте қиын болады. Парыз не ол? 5 уақыт намаз, орамал, ораза деген сияқты. Соның барлығына адам баласы қарсы келмеу керек. Вы не имеете права. Алланың парыз берген нәрсесі. Парыз етті, болды. Бұлай оранып алып, тұмшаланып алып жүру деген. Енді сіздер ойлаңыздар. Сонда қыздардың бәрі тыржаңалас жүріп, тыржаңалас емесін оларда. Фигуралар көрініп, жынсы шалбар тырысып киіп алып, шашын жайып алып, кірпік жабыстырып алып жүрген дұрыс па? Сонда әр еркек әр ойына келгенін ойласа, сіз білмейсіз ғой не ойлап жатқанын. Сөйтіп жүрсе, ана қыздың өзі кінәлі болады, сол жігіттің сондай ой ойлауына қыздың өзі кінәлі болады. Мен мысалы қазір көшеге шықсам, маған жігіттер қарап сондай ой ойлай ма? Жоқ. Ойламайды. Өйткені мен барлық жерім жабық мен. Тырыстырып ештеңе кимеймін. Фигурамды прям тұла бойы көрсетпеймін. Боянып шықпаймын көшеге. Мен күйеуімнің алдында боянамын, күйеуімнің алдында әтір сеуіп жүремін. Вот, шариғатта осылайынан рұқсат берілген. Бақыттың бәрі сол жерде. Сен пока сол бақытты ләззатын, дәмін сезбегенше түсінбейсің. Сондықтан парыз ол талқыланбайды. Түсініңіздер ғой. Намаз оқисыздар, ораза ұстайсыздар, орамал тағасыздар. Егер де осының барлығын істемесеңіз, өзіңізге пинайте на себя. Ертең қияметте сізге ешкім көмектеспейді. Ешкім көмектеспейді. Бұл өмірде міне уағыз айтып отырмын. Ана уағыз тыңдайсың, досыңыз айтуы мүмкін, иә? Көршіңіз айтуы мүмкін, әпке сіңілі қарындастарыңыз айтуы мүмкін, ата-анаңыз айтуы мүмкін. Бірақ о дүниеде ешкім айтпайды сізге. Әй, орамал тақ, намаз оқы, кейін өлгеннен кейін не болады деп айтпайсың, уже сен өліп қалдың, уже болды. Ары қарай қайтатын не жоқ. Вариант жоқ. Сол үшін мен всегда айтатынмын. Бұл өмірде вариант жетеді. Мешіт бар, медресе бар, кітап бар, уағыз бар. Міне мен 5 уақыт намазын ссылкасын қазір осы видеоның астына жіберемін. Обязательно видеоның астында 5 уақыт намазын ссылкасы тұрады. И жаңағы намаздың сүрелері де тұрады. Соны обязательно көріңіздер. Бір апта бойы практика ретінде дәрет алып оқып үйреніңіздер менімен бірге. Жазып алыңыздар, дәу жазып алыңыздар. Міне мысалы, осындай дәу жазып аласыздар. Сөйтесіздер де жаныңызға қойып қарап оқи бересіздер. Мен ракат, сүннат, фарыз деген барлығын жалпақ тілмен, қазақша тілмен түсіндіргенмін. Осы видеоның астынан таба аласыздар. Астына түсесіздер. Еще десеңіздер түсесіздер. Басып қалсаңыздар, мен 5 уақыт намазым ссылкасы шығады. Кезек-мезек одна за одним, рет-ретімен мен қойып қоямын. Обязательно. Сол үшін намаз оқыңыздар, орамал тағыңыздар. Ертең қияметке барған кезде қан ақпасын көзіңізден. Қан ақса да, ірің ақса да, ол өзі поздно. И ол жерде сіз мәңгі бақи қиналасыз. Мәңгі. Миллион жыл емес, триллион жыл емес, мәңгі. Бұл жерде намаз үйренем деп. Ары кетсе бір ай алып кетесіз ары қарай. Бір айдан кейін сіз уже суылдатып тұрып жатпайтын боласыз намазды. Оқып тұрасыз. 2 апта жаңа қағазға қарап тұрып оқисыз қой, 2 аптадан кейін алып тастайсыз. Мен лично өзім намаз жаттаған емеспін. Қарап оқығам. Құнт дұғасын обязательно, қыздар. Құнт дұғасын обязательно. Жаңа намаз кітап дегенде менде тұр барлығы. Жазып алыңыздар. Үтір уәжіп, 3 ракат үтір уәжіпте сол жерде 5 уақыт намазды мен көрсеткенмін. Қарап оқыңыздар. Мен жаттай алмаймын деген сылтау болмасын. Оның барлығы сылтау. Құранда аят келген. Мен Құдай қаласа сол аятты бір іздеп табайыншы.
намаз оқымауға ешқандай бұл өмірде сылтау жоқ. Бала шаға, дүние, кредит, қарыз, марыз, намазды тек сәби ғана оқи алмайды. Сосын ес ауып кеткен анау туылғандан естері андай жынды болып туылады ғой. Вообще андай білесіздер ғой енді. Ессіз адам деп айтайықшы. Вот сондай адамдар оқи алмайды. И өлген адам намаз оқи алмайды. Болды. Қалған бәріне намаз оқу парыз. Түсінесіз ба? Сылтау оның барлығы. Менде дәрет алуға условия жоқ деген жерде таяммум бар. Бәрін жаттау керек деген, жаттамаңыз, қарап тұрып оқи беріңіз. 5 уақыт намазы уақытылы оқи алмаймын, жұмыстамын деген жерге 5 минут уақытыңыз бөлесіз, парызын ғана бар оқысаңыз болады. Таяммум аласыз, дәрет алмайсыз. Соғұрлым барып кофе ішесіз, соғұрлым барып тамақ ішесіз, соғұрлым барып дәретханаға барып келесіз. Тез таяммум алып 5 минут отырған жеріне жүзімді қаратып Алла тарапына деңіз парызды оқыңыз. Намазды еш уақытта қазақ қылмаңыздар. Баста сіз намазды қалай бастайсыздар, солай алып кетесіздер. Түсінесіздер ма? Қаза қылу деген намаздың вообще қорқыңыздар, қашыңыздар. Ол нәрсеге сіз бейімделмеңіздер. Баста намазды осылайынан алып кету керек. Одан кейін намаз уақыты келіп, ерініп отырмын деген нәрсе болмасын. Оны алып тастаңыздар. Намаз уақыты келді ма? Келді ма? Сіз сол жерде бос отырсыз ба? Тірлігіңіздің бәрін тастап, жүгіріп барып намазыңызды оқып келіңіз. Әр намазды уақытымен оқу ол да иманнан. Түсіндіңіздер ғой? Содан кейін қаза қылып қоймаңыздар, тағы айтамын. Иманыңыздар әлсірейді. Қаза қылып жүрген болсаңыз, мынандай төбеңізден мынандай красный, мынандай скорый помощь несі бар, ой, сондай айналып тұрсыз, бірақ соны көрмей тұрсыз. Bir күн намаз сіз тастап кетеді. Сіз оған жете аласыз ба, жете алмайсыз ба? Аллах біледі. Бір Алла біледі. Сондықтан Рамазан айында оразаны бастап кетіңіздер. Дәрет алу үлгісінде осы жерде, осы видеоның астында бірінші дәрет алу үлгісін қоямын, ссылкасын. Онан кейін намаздың 5 уақыт оқу ссылкасын, и жаңағы ішінде қандай сүрелер бар, соның да кітаптағы видеосы бар, соны қойып қоямын. Ал бір аптаның ішінде практика жасаңыздар, практика тұрған ештеңе жоқ, любой время практика ретінде. 5 уақыт намазды күніне бір рет болсын, мен бір рет қайталап оқыңыздар, сонда түсінесіздер. Қарап оқи беріңіздер. Ал тура 23 күні ауызды бекітіп боламыз. Ауызды бекітіп болғаннан кейін барып біз уже таң намазын оқимыз, Құдай қаласа. Ал намаз оқыну өте керемет. Намаз бен намаздың арасында кіші күнәлар кешіріліп тұрады. Иншалла жәннатқа, ақыретке Алла бұйыртса бос болып барамыз, күнәларымыздың бәрі түсіп. Ал енді видеоның астына сол ссылкаларды қоямын. Міндетті түрде сол жерге қараңыздар. Қайда деп іздеп жүрмеңіздер. Иншалла Аллах Тағала берекесін берсін. Комментарияларды жазыңыздар, мен күтемін. Міне мен намаз бастап кеттім деп, Құдай қаласа оразада мен әлі, оразаға бір күн қалғанда мен тағы видео шығарамын Рамазан жайында. Сондықтан комментарияларыңызды күтемін. Міне мен намаз бастап кеттім, міне бастап кеттім деген комментарияларды күтемін. Немесе инстаграмға жазыңыздар, астына ссылкасын тастап кетемін, сол жерге прям аудиоңызды, видеоңызды жіберіңіз. Сөйтіп, мен сіздердің, мысалы, маған подписчиктерімнің нелері болады ғой, отзывтары, истихфар, салауат айтып жүріп, Алланың қалауымен бөпелі болып жатыр, құрсақ көтеріп жатыр, истихфар, салауат айтып, қарыз кредиттен құтылып жатыр, ойламаған жерден ақша келіп жатыр. Соның барлығын мен өз инстаграмымда сториске қойып қоямын. Адамдар пусть көрсін, содан ләззат алсын. Андай не дейді, мотивация алсын деп қойып тұрамын мен. И сіздердің де сол видеоларыңызды, видеоларыңыз емес, жазуларыңызды мен мотивация ретінде даже видео жіберсеңіз, өзіңіз сөйлеп тұрып, міне, мен Рамазан айына намаз бастап кеттім. Еш нәрседен қорықпаңыздар. Оқып кетіңіздер намаз. Егер түрлеріңізді көрсеткіңіз келмесе, жазып жіберіңіздер инстаграмға, астына ссылкасын қойып кетемін. Отзывтарыңызды пусть бүкіл ел көрсін, и олар да сол мотивация ретінде сізді себепкер болып, олардан намаз оқып кетсін. Сондықтан астына түсеміз, иншалла, міндетті түрде каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Осы видеоның басында айтамын деймін, ұмытып кете беремін. Өйткені мен тіркеліңіздер, лайк басыңыздар деген ой кейіннен есіме барып түседі да. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып достарымды таратуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса иншалла қойыңыздар, инстаграмға да қойыңыздар. Мынандай колокольчиктің суретін басыңыздар. Егер бірінші рет тыңдап тұрған болсаңыз, ең бірінші видеоны сіз алатын боласыз. Еліміз аман, дініміз мықты болсын.